Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Сұлушаш ханым екеуміз сіздерге Instagram, SMM, жалпы маркетинг туралы әртүрлі пайдалы видеолармен бөлісудеміз. Және бүгінгі видео бұл алғашқы видеоның жалғасы ретінде, яғни Instagramның бізге қажет екенін түсіндік, оның артықшылықтарын білдік. Енді неден бастаймыз? Кішкене соған тоқталсақ, яғни біздің алғашқы қадамдарымыз. Ең алдымен сіз енді пассивті қолданушыдан активті қолданушыға өтер кезде ең басты қағида немесе сізге бір қатып қалған ереже жоқ. Себебі сіз оқырмандарыңыздың әзіргі уақытқа аз болған пайдаланып, көбірек қате жасап алғаныңыз жөн. Яғни әртүрлі текст жазып көріңіз, әртүрлі пост жасаңыз, стористер түсіріңіз. Яғни сіз белгілі бір әдемі мүмкін бірден профиль шықпауы мүмкін дегенімен сіздің алдыңызда бір 10 мың, 100 мың оқырмандардың алдында қателік жасағаннан гөрі қазір енді бастаған кезде өзіңізді әр салада жазып, тексеріп, фото түсіріп көріңіз. Сол кезде сіз өзіңіздің салаңыз, қай тақырыпта сіз қызықты жаза аласыз, қай тақырыпқа оқырмандарыңыз көбірек қызығушылық білдіреді, соны анықтап алсаңыз болады. Кейін енді біз өзіміздің тақырыбымызды енді басында білмесек те біз машықтанамыз дедік, Дегенмен сіздің профиліңіз адамдар қызықтырып, сіздің парақшаңызға жазылу үшін сіздің ең алдымен аккаунтыңыздың бет-әлпеті әдемі болу керек, Яғни фотода мүлдем бір басқа адамның, басқа бір жұлдыздың, мүмкін сіздің сүйікті киноактеріңіздің фотосы тұрса, ол ешқандай сенімділік арттырмайды, Яғни ол сіздің аккаунтыңыз, сіздің жеке брендіңіз болғандықтан, ең алдымен фотоңызды дұрыстаңыз, Яғни өзіңіздің түсінікті, әдемі түр әлпетіңізді жариялаңыз. Ол сіз сонымен қатар көп жағдайда өте көп қателерді көретінім, бұл бірнеше достары бірге түскен сурет, тойда түскен сурет, немесе тағысын бір сапасы өте төмен, өте нашар фотоларды жариялап жатады. Жоқ, сіз ең алдымен адаммен танысқан кезде өзіңізді бір әдемі киіміңізді киіп, немесе таңертең жұмысқа шығар алдында жуынасыз ғой, сол секілді сіздің аккаунтыңыздың ең алғашқы фотосы да өте түсінікті, әдемі, көрікті болуы керек. Кейін адам кімге жазылып жатыр? Жаңағыдай әртүрлі bad boy немесе тағы да бір түрлі атаулардан аулақ болғаныңыз жөн, Себебі біз алғашқы видеода айтқандай жеке брендке жұмыс жасаймыз, Сіздің атыңызды шығарамыз, өзіңіздің маман екеніңізді дәлелдейсіз. Бірақ маман кім ол? Bad boy немесе жаңағындай sweetie girl дейма, Алматының қызы, қазақ қызы деген сияқты әртүрлі бір аккаунттар ол сенімділік арттырмайды. Сондықтан сіз өзіңіздің атыңызды, тегіңізді жазғаныңыз жөн. Кейін бірден адамның назары ол био деп аталады, яғни сіздің фотоңыз бен атыңыздан кейінгі кішігірім ақпарат. Яғни сіз кімсіз, немен айналысасыз, неге қызығасыз, сол туралы кішігірім ақпарат берген жөн. Әрине, бұл жақта да өте көп қателіктері болып жатады, дегенімен де әзірге бастапқы уақыттың өзіне сіз тек қана оны бір сапалы ақпаратпен толтырғаныңыз да жеткілікті деп ойлаймын. Кейін міндетті түрде сіз енді өзіңізді қолға алып, активті қолданушы боламын деп шешкеннен кейін, сіз Instagramды бірде жүргізіп, бірде жүргізбей, бүйтіп қалдырып, немесе бейбараққа жаңағыдай дұрыс қарамаңыз, Яғни сіз оны қолға алдыңыз ба, күнделікті пост шығарыңыз, сторис салыңыз, Яғни сіз өзіңіздің бар екеніңізді әлеуметтік желіге дәлелдей беріңіз. Сол кезде ғана сізді әрқашан оқырмандар қызыға бастайды, жазыла бастайды, сізді оқып, сізбен кері байланысқа да шығатын болады. Ондай болса, енді Instagram әлеуметтік желісінде сапасыз аккаунттардың саны азайып, керісінше сапалы, дұрыс ақпараты жазылған әдемі аккаунттардың саны көбейе берсе. Яғни біз енді бүкіл интернеттегі қажетсіз, керек емес ақпараттан гөрі біз қоршаған ортаға өзіміздің білімімізді бөле алатындай, бөлісе алатындай, оны үйрете алатындай пайдалы контентпен бөлісуді қолға алайық. Менің бүгінгі видеом осымен бітті. Алдыңғы видеоларда көріскенше сау болыңыздар.